бұл қыздарыңды жеткізіп, Құдай қаласа қызды қияға, ұлды ұяға қондырып, іңкәр Құдай қаласа мына оқуларын Маха екеуі бітіріп, балалар артынан бауырлары еріп, осылардың үлкен тойларын тойлап, ауызбіршілікте жүре берейік. Дастархандарың жақсылыққа жайылсын, жаңа жасың қуаныш, бақыт, шаттық алып келсін, жақсы жаңалығымен келсін. Осы бар жақсылықты тілеймін. Қанша ай өтіп кетті ма, Құдай-ау, неше неден бері басымыз енді қосылып жатыр. Осы бір себеп сенің туған күнің. Айшаң тойына сен туған күнің болмағанда Құдай бет әні міні Сәуленің құлағына ана жақта біреу көтерген шығар, ол айтып сен көтере деген шығар. Ондай бәрімізде болады, сөйтіп біреуді түртпесең не қыламыз ғой. Мұғалім ата-аналар комитетін түртеді, одан кейін ата-аналар шартып шулатады ғой, сол сияқты ғой. Өстіп шулатпасақ ешқайсымыз отырмайтын едік. Бас қоспайтын едік. Түнімен шулады, менікі под вопросым деп жүрдім. Жаңа айтады ғой, барамыз ба, нешеде баратын едік дейді. Ойбай, киім таппай қалсың ғой. Екі қабат кезек киімдеріңді іздеп кеткенсің ғой. Сол әйтеуір аяқ асты болған күшті көріне ма? Дайындалып, не қананша, аяқ асты бәріміз жиналып қалдық. Күшті отырыс. Осындай жақсы отырыстарымыз ары қарай ұлғая берсін. Құдай қаласа. Сол бар жақсылық тілеймін. Қандай сөз, балдай Siz автор болғаннан кейін айта алмай жатыр ешқайсысы.